Сәлем қыздар, оқтаусыз медовый торт жасайтын боламыз. Ең алдымен ол үшін қажетті заттар: сары май, қант, бал, жұмыртқа, ұн және сода. Ең алдымен қантымыз бен майымызды ыдысқа салып, 1 шай қасық ас содасын салып, мед саламыз. Содан соң жақсылап араластырып, отқа қоямыз. Баяу отта майы барлығы ергенше, біркелкі болғанша араластырып отырамыз. Негізі ыдыстарыңыз биік болғаны дұрыс, себебі содамен байланысқа түскен соң ол көтеріліп массаға айналады. Осындай карамельный болғанша қайнатамыз. Енді 4 дана жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп, аппақ болғанша миксерлейміз. Миксерімізді тоқтатпай, осы массамызға жаңағы қайнап жатқан балды сиропымызды осылай құйып шығамыз. Миксерді тоқтатпаймыз, бірге араластырамыз. Енді ұнымызды електен өткізіп, біркелкі болғанша араластырамыз. Осы кезекте пешімізді 180 градусқа қыздырып аламыз. Пергаментке жасасаңыздар да болады. Мен осындай 2 формаға торттың формасын майлап, біріншісіне бетіне ұн септім, екіншісінде сепкен жоқпын. Осылай 2 ас қасықтан салып пісіріп алатын боламыз. 3 минуттың көлемінде тез-тез пісіп шығады. Корждары қатты емес, жұп-жұмсақ, молочная девочканың корждарына ұқсайды. Осылай 8 дана шықты. Кішкене қамыр қалып қалды. Соны пергаментке жайып, тағы да 180 градуста пісіріп алып, оны крошка жасап алдым. Енді креміне кірісеміз. Креміне кілегей құямыз. Содан соң қойытылған сүт пайдаланамыз. Енді бұның барлығын жақсылап араластырып, корждарымыздың бетіне крем жағып 2 ас қасықтан. Содан соң тортымызды жинайтын боламыз. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болады. Қатты тұрудың қажеті жоқ, пропитканы қажет етпейді. Осылай міне. Енді осылай жаңағы қалған корждарымыздан ұнтағын осылай барлық тортқа жасап шығамыз. Өте тез дайын болады, әрі оңай. Жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады.